Елде доллармен бірге пара көлемі де өскен. 3 жыл бұрын орташа пара 61 мың теңге болса, былтыр ол 193 мыңды құраған. Бұл туралы кәсіпкерлердің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі республикалық форумында мәлім болды. Сондай-ақ ұлттық кәсіпкерлер палатасы жүргізген арнайы сауалнама қорытындысы бойынша Қазақстанның қай аймағында жемқорлық шарықтап тұрғаны анықталды. Сонымен сыбайлас жемқорлықтың деңгейі ең жоғары өңірлер қатарында Маңғыстау, Түркістан және Батыс Қазақстан облыстары. Ал жемқорлық аз аймақ ретінде екінші жыл қатарынан Солтүстік Қазақстан облысы тіркелді. Және Ақмола мен Қызылорда облыстарда бар. Айта кету керек, бұл көрсеткіш 4 мыңнан астам бизнес өкілдерінен алынған сауалнамаға сүйеніп жасалған. Ұлттық палата мемлекеттік органдар арасында жемқорлық жер қатынастары басқармаларында өршіп тұрғанын атап өтті. Бір картаға, интерактив картаға әкімшіліктер жасау керек. Кез келген адам кіріп, жер іздеген кезде сол карта бойынша көріп, жердің тұрған жері, көлемі, мысалы мақсаты алады ма, сол карта арқылы аукционға қатысып алу керек деген біз сондай өзімізге міндет қойып отырмыз.